Қазіргі таңда заманауи қыз-келіншектер бірнеше рөлді бірге алып жүре алады. Сұлу әйел, аяулы ана, адал жар, өнер адамы, бизнес-леди, кәсіби білікті маман, халықтың қошеметіне бөленген талант иесі. Ал кей нәзік жандылар бұл рөлдің бәрін бір бойына тоғыстырып, керемет үйлестіре алады. Сондай жандардың бірі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі актриса Данагүл Темірсұлтанова бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы. Армысыз көрермен. Данагүл ханым, қайырлы күн, мереке құтты болсын. Сәлеметсіз бе, сізге де құтты болсын. Жалпы қазір 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне көзқарас өзгеріп жатыр. Біреулер жаңағы феминистердің мейрамы дейді, біреулер әйелдерді ерекшелеп мейрам беру, бұл дискриминация деген секілді көзқарастар бар. Сіздің бұған көзқарасыңыз қалай? Жалпы 8 наурыз сіз үшін қандай мейрам? Енді ол 8 наурыз жалғыз мен үшін емес, барлық осы әйелдер үшін, жалғыз Қазақстанның емес, бүкіл дүние жүзі әйелдерінің мерекесі. Ол баяғыдан біз бала кезімізден, сол Совет үкіметінің кезінде сол 8 наурызда әйтеуір аналарымызға, әкелеріміз, ағаларымыз, жеңгелерімізге сыйлық жасап, бізге мектепте балалар сыйлық жасап жүретін сол мереке әрине қалды. Бір анекдот бар еді ғой кезінде, білмеймін енді кімдер шығарып жүрген, біздің қазақтың жігіттері шығар енді. Бір екі қатын, жаңа Клара Люксембург пен Клара Цеткин мен Роза Люксембург екі әйел осылай жаңа отырып, ерігіп отырып, осы мерекені 8 мартты жаңағыдай әйелдердің мейрамы сияқты етіп қойған деп. Сондай да бір сөздерді естіген кезде күлген болатынбыз. Енді мен ойлаймын, жылдың ішінде бір күнді бір әйелдерге арнауға болатын шығар. Енді ер азаматтар кешіріңіздер. Оны біздің бәрібір тартып алмайсыздар. Әрине. Сізді қалың қазақ жұрты тамаша арқылы таниды. Өзімізде көріп өстік кішкентайымыздан, бірақ халықтың мұң-мұқтажын әдемілеп әзір оспақпен жеткізетін тамаша өкінішке орай 2008 жылдары тарап кетті. Сол кездерді сағынасыз ба? Жалпы осы тамашаның аяқталуымен бір әзір оспақтың бүтін бір дәуірі тарихтың келмесіне кетті деп ойламайсыз ба? Енді ол өзі солай ғой, дұрыс қой, бірақ мен өткен нәрсеге өкінетін адам емеспін. Сондықтан анау айтады ғой, все, что не делается, все к лучшему. Я тамаша 40 жыл өмір сүрді. 40 жылдығын жасадық, жаңағыдай көрерменмен қауыштық. Жақында тағы да бір бағдарламаға бардық, тамашаның 45 жылдығы дейді. Тамаша тоқтап қалды ғой енді. Бірақ енді жаңағыдай енді традицияға ол бір дәстүрге айналатын шығар. 45 жылдық, 50 жылдық, 55 деп ары қарата былай кете беретін шығар. Енді әрине тамаша ол тамаша болып қалу керек. Сол биікте, сол өзінің деңгейінде. Мысалы кейде айтады, сол тамашаның артистерімен кезіндегі қазір сол бағдарламаны қайтадан жаңғыртсақ қалай болар екен деген сияқты. Мысалға мен өз ойым, тамаша өзінің жақсы артистерімен, одан үйлек болған біздің ағаларымыз өкінішке орай, Тоқсын аға, Мейірман аға, Уайс аға, Құдайберген аға, солармен кәдімгі былай қараса беті болды ғой, сол тамашаның брендтері болды. Сондықтан мен енді ойлаймын, ол нәрсені қайтадан жаңғыртудың қажеті жоқ шығар. Сол тамаша өзінің деңгейінде, өзінің биігінде, сол халықтың жаңағыдай көңілінде қалса дұрыс шығар деп мен ешқандай ондай бір өкініш жоқ. Әрине өкініштісі біздің ағаларымыздың ерте кетіп қалғаны. Кім біледі, егер олар болған кезде әлі күнге дейін сол шал болып сахнада жүрер ме еді. Енді әр нәрсенің өзінің уақыты болады, әр нәрсенің өзінің кезегі болады деген сияқты. Тамашаның әзілдерімен салыстырғанда қазіргі әзілдер қаншалықты салмақты? Сіздің ойыңызша қаншалықты осы халықтың мұң-мұқтажын жеткізеді? Қаншалықты көрерменнің көңілін дөп баса біледі? Енді кешіріңіз, мен енді қазір телевизор қарамаймын. 10 жылдай болған шығар, егер одан асып кетпесе телевизор қарамаймын. Сондықтан мен қазір әзілде не болып жатқанын шынымды айтайын, мен білмеймін. Мен білетінім арасында басында Тұрсынбектің бір әзілдерін қарап тұратынмын. Шаншарды бір кезде қарадық. Әр заманның, әр кезеңнің өзінің бір жаңағыдай адамның былай несіне байланысты ғой, сана сезіміне байланысты, ой өрісіне байланысты, мынау өмірдің ағымына байланысты. Әрине ол сол баяғы тамашаның жаңағыдай сол форматымен келе жатыр ғой, содан кейін былай шыға бастады бәрі. Бірақ дей тұрғанмен енді мысалға маған кейбір Қабатовтың
мына қайрат әділгерейлердің бір өздерінің оқыған монологтары кейде бір жаңа көріп қаласың, сол кезде мен күлем, ол өмірден алынған. Енді мен қазір біреуді жамандап, даттап, біреуді мақтап айтпай-ақ қояйын. Болмаса жаңа біз кезде тамашада осындай болып еді, қазірғылар түкке тұрмайды деп те айтқым келмейді. Өйткені жақсы дүниелер бар шығар, халық қарайды, сондықтан мен оған жаңағыдай бұл дұрыс, бұл бұрыс деп айта алмаймын. Өйткені әр заманның өзінің жаңағыдай ағымымен келе жатқан әзілдері болады. Оны біздер түсінбеуіміз мүмкін, оны жастар түсінеді. Жастар түсінген нәрсені біздер түсінбеуіміз мүмкін. Жалпы комедия жанры өнердегі аса қиын жанрлардың бірі, әрбір артист комедиялық рөлдерді кемеліне келтіріп орындай алмайды десе де, яғни күлдіргі болу көп адамның қолынан келе бермейді. Бірақ сіз осы комедиялық рөлдерде керемет ойнайсыз, драмалық рөлдерде керемет ойнайсыз. Жалпы осы қарама-қайшы екі рөлдерді бірге алып жүру сізге қаншалықты қиын? Әрине, басында барған кезде, тамашаға барған кезде қиынға соқты. Өйткені мен оған дейін комедия рөлдерді ойнап көрмегем. Шыны керек, мен институтта жүрген кезде де мені неге екенін білмеймін, сол еңгілікке, баянға, қарагөзге, ақтоқтыға солай салып қоятын Шолпан Исабековна Жандарбекова ұстазым, тілектесім Мейрамов екеуі. Мен кәдімгі бір басқаша бір дүниелерді қарағым келетін, ойнағым келетін. Жаңағы енді біз екінші курстан бастап отрывоктарды қарай бастаймыз ғой. Сол кезде білмеймін, маған айтыр Шолпан апай, білмеймін, апай, мен ана рөлге шығып көрейінші менде деп жасам, жоқ, отыр, жоқ деп жолатпайтын, сонда ойлайтын екен деп. Театрға келгенде де мен мысалға комедиялардан бастаған жоқпын. Драма, трагедия, сонда рөлдерде болдым. Тамашаға үшінші рет шақырған кезде мен бардым, әрине жүрексіне бардым. Өйткені мен анандай глыбалардың алдында, жаңа айтып кеткен ағаларымыз, Лида Каденова апамыз бар, Тұңғышбай ағалардың жаңағы тағы да айтып кетейін, сол Құдайберген аға, Мериман аға, Тоқсын аға, Уайс ағалардың қасына барып, мен қандай партнер боламын, мен өмірімде ондай жанрда ойнап көрмегем деп әрине жүрексіне бардым. Бірақ Аллаға шүкір, енді халық қабылдады. Енді оған менің партнерларымның көмегі әрине зор болды. Енді театр және кино саласындағы марғасқалар кейінгі буынға көңілі толмайтын бір сындар айтып жатады, сөйлеу шеберлігі төменірек, немесе рөлге тереңдей алмайды деген секілді. Сіз бұл пікірмен келісесіз бе? Және жастармен бір сахнада ойнаған кезде көмектесуге, тәжірибеңізді бөлісуге тырысасыз ба? Әрине. Мен сұраса ғана тырысам. Сұраса ғана айтам. Мен жаңағыдай бас аяғы жоқ келе салып, мынау деп бүйтіп мен айтпаймын. Менен егер әгереке менен сұраса, Данагүл апай, мына жерімді қалайсыз, қалай ойлайсыз, маған айтыңызшы деп айтып жатса, мысалға ұл болсын, қыз болсын жастардың ішінде, мен шын ниетіммен жаңағыдай өзімнің партнерім ретінде оны жастарға мен ақылымды айтам. Естейтін құлақ қой енді ол. Ал енді сұрамаса, мен өз басым ешкімге ешқандай ештеңе айтпаймын. Бірақ партнер болса, менімен сол жас, ол менен сұрасын, сұрамасын. Сахнада менімен партнер болса, мен оны жерден алып жерге саламын. Егер дұрыс дайындықсыз келсе, мысалға дұрыс өзінің рөлін шығара алмай жатса, мен жаңағыдай талап етемін одан. Ол тұрғыдан мен енді кішкене ондай кезде қаталдаумын, иә. Сіз театр тарланы Райымбек Сейтметовтің келінісіз, осындай ұлы адамның келіні болу қандай болды сізге? Әрине, әлі күнге дейін атам туралы айтқан кезде мен шынымды айтайын, бір жүрегімде бір тебіреніс пайда болады. Енді өкінішке орай ол кісі 69 жасында дүниеден озды, 2007 жылы. Мына 2 март күні наурызда ол кісі егер тірі болғанда 85 жасқа толар еді. Осы биыл маусым айында сол кісінің тұрған үйінде Гоголя 50-де жаңағы мемориалдық тақта орнатылды. Осындай жылдары тұрды деген жаңағы үлкен іс-шара болды, ас берілді деген сияқты. Ол кісі сіздің сахнадағы рөлдеріңізді қарап, сын айтып, немесе мақтау айтатын кездері болды ма? Біз папа екеуміз көп әңгімелесетінбіз. Шай ішіп отырған кезде бәрі шайларын ішіп тұрып кетсе, біз папа екеуміз тағы да мен шайнекті қойып жіберіп, папа мына жерде неғып қазір тағы да шай ішеміз ба деп қайтадан
отырып шай ішетінбіз, екеуміз әрине біз өнер туралы көп сөйлесетінбіз. Енді ол кісіні білесіздер ғой, сөйлегенде өзінің ой өрісі қандай кең. Білмеймін, енді ол адамға ол анасының сүтімен даритын қасиет шығар деп мен кейде өзім солай ойлаймын. Мен поэзия оқыған кезде қандай еді, ол кісі жанып кететін, мүлдем басқа адамды көретінмін мен. Жанары сондай әдемі, мерейлене түсетін. Енді мен өзім орыс мектеп бітіргеннен кейін ондай жаңағы сүбелі ойымды кейде ондай бір анау жаңағыдай әдеби тілмен жеткізе алмаймын, өкінішке орай. Бірақ дей тұрған мен тырысып бағам. Сол папамыз екеуміз кәдімгідей ұзақ сөйлесіп отыратынбыз. Жалғыз сол творчество емес, спектакльдерге пікірін айтатын, ақылын айтатын, ешқандай жаңағыдай мынандай ұсақ түйек әңгімеге ешқашан араласпаңдар деп ақылын айтып отыратын. Мен енді өзімнің әкем ерте қайтыс болды. 54 жасында, мен 10-шы сынып оқып жүрген кезде, сондықтан мені тұрмысқа шыққан кезде мен ондай кісінің келіні болам деп мен ұшықтасам түсімізде кірген жоқ. Бірден көргенде енді қабылдап, өзінің қызындай жақсы көріп, кәдімгі бір өзімен тең адам сияқты өнерде жүргендіктен шығар деп ойлаймын. Тең сөйлесетінбіз кәдімгі. Еркелеп қоятын арасында. Иә. Сондай бізде жақсы естеліктер менің ойымда. Керемет естеліктер. Мен де толып кеттім ғой. Жалпы Азат аға екеуіңіздің отбасыңыз Қазақстандағы өнер саласында да ең үлгілі отбасылардың бірі. Өнерде де, өмірде де біргесіздер. Қазір енді жаңағы отбасыдағы гармония деген түсінік трендке айналды ғой. Отбасыдағы татулықты, отбасыдағы тыныштықты сақтаудың, гармонияны сақтаудың бір өздеріңіздің рецептілеріңіз бар ма? Сонымен бөлісе аласыз ба? Енді ол әр адамның өзінің, әр отбасының өзінің бір несі болады ғой, рецепті болады ғой. Рецепт деп айтамыз ба? Құпиясы ма? Ол өзінің жаңағы взаимоотношение дейді ғой, былайша айтқанда. Өзара түсіністігі. Иә, өзара түсіністігі әртүрлі ғой, ол адамның мінезіне де байланысты ғой. Біздің рецепт басқа біреуге келмейді, басқа біреудің рецепті бізге келмейді деген сияқты. Сондықтан әр адамның өзінің рецепті болады. Мысалы сіздерде қандай? Енді біз көріп отқан қыз-келіншектер болса, үлгі алатындай өздеріңізден бір. Енді адам енді тұрмыс құрғаннан кейін, білмеймін, енді бала кезімізден біздің естіп өскеніміз, әжеміз де айтып отыратын, атамыз да, анам да, әкем де айтып отыратын, қыздар тұрмыс құрғаннан кейін сол жерге барып, кәдімгідей сол үйдің қызы болуға тырысу керек. Сол үйдің жағы қызы болмасаң да жақсы келін болуың керек деген сияқты сондай сөздерді естіп отыратынбыз. Енді білмеймін, адам біріншіден ол махаббат қой. Адам бір-бірін жақсы көргеннен кейін барлық қиындықтарға әрине төтеп беруге ол дайын болу керек. Мен ойлаймын, адам бір-бірін алдымен естіп, содан кейін түсіну керек. Кешірімді болу керек. Өйткені қателеспейтін адам жоқ. Ол мысалға ер азаматтың басында да әйелде де мүмкін болуы мүмкін. Мен енді мынандай ұсақ-түйек нәрселерден айтып отырмын. Сондықтан ондай нәрселерде жаңағыдай бір-бірін сол естіп, түсініп, кешірімді болу керек шығар. Иә, керемет, әдемі ақыл апай. Жаңалықтарға қарап отырсақ, өнердегі кейбір жұптар өздеріне қоғамның назарын аудару үшін қандай да бір интригалар, сенсациялар, қазіргі енді заманауи тілмен айтқанда хайп жасап жатады. Сіздің бұған көзқарасыңыз қандай? Білмеймін, мен ондай нәрсені, хайп деген нәрсені Құдай сақтасын, мен білмеймін. Мен түсінбеймін де, мен және оны ешқандай қабылдай алмаймын ондай нәрсені. Атың шықпаса жер өрте ме, сонда? Мен білмеймін. Мен түсінбеймін, ешкімді қазір бүйтіп жаңағыдай айтпай-ақ қояйын, ешкімге мысалға сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп, бірақ мен ондай жаңа сіздің сұрағыңызға тікелей жауап, мен ондай нәрселерді түсінбеймін, өйткені біз мы воспитывались не в то время. Мүмкін қазір ол жаңағыдай онда тұрған ештеңе жоқ дейтін шығар. Мысалға қазіргі өмір басқа, өмірдің ағымы. Бәрі сол өмірді, қоғамда жасайтын адамдар ғой.
жалпы біреудің өміріне араласу деген не ол? Бірақ енді адамдар өздері соны тілеп тұрса, өздерінің аузынан шықса, соны басудың қажеті жоқ сияқты меніңше. Бұл жерде енді біздің әріптестердің де қателігі бар, мысалы бірдеңкені іліп алып кетеді да, содан кейін содан жаңалық жасап. Мүмкін ойланбай кейде айтып қалатын шығар, енді білмеймін ғой, енді Құдай сақтасын, бірақ мен түсінбеймін ондай нәрселерді, сондықтан маған ол жат нәрсе. Әлемдік деңгейдегі актерлердің, артистердің өмірбаяндарын оқып отырсаң, олар өздерінің армандаған рөлдерін алып шығу үшін өздері продюсер, өздері режиссер, өздері жаңағы инвестиция тауып фильмдер түсіріп жатады. Сізде қандай идея бар? Мысалы, осы рөлді алып шықсам, осындай бір жаңа деңгейге көтерілсем деген идея бар ма? Енді мен қазір мысалға, мен қазір енді статусым өзгерді, әже болып жатырмын ғой. Әжемін. Иншалла. Бірақ қазір енді шынымды айтсам, мен Аллаға шүкір, менің съемкаларым көп. Жаңа сериал болсын, полный метр болсын. Мүмкін болашақта болатын шығар. Мына кісі өзі мынандай жасқа келіп болашақта деп айтып отыр деп күлетін шығар, қазір білмеймін, енді жастар жасап жатыр ғой ондай нәрсені. Бірақ менің ондай жаңағыдай адамда бір жилка дей ма, сондай болу керек. Білмеймін, мен әлі ондай нәрсені ойлап көрмеппін. Менің бір құрбым бір кезде айтқандан, давай осындай бір не жасайық, былай көрсек қалай болады деп, иә давай деп, көрсек көрейік деп жүрген кезде пандемия басталып кетті. Сондықтан көреміз енді қандай алда қандай ойлар болатын. Өзіңіз сахналаған, сахнаға алып шыққан, немесе кинода ойнаған ең керемет рөліңіз өзіңіз үшін, өзіңіздің болмысыңызға жақын, жаныңызға жақын рөліңіз қандай? Рөлдер көп қой. 40 жылдың ішінде театрда жүргенімізге мына 40 жылға жуық болады ғой. Аллаға шүкір, мен ойлаймын, менің әр ойнаған рөлімді мен бөліп жармаймын, өйткені ол менің еңбегім, маған ұсынылған рөл, маған бұйырған рөлдер. Сондықтан ол жаңағыдай положительный роль болсын, отрицательный роль болсын, мен әрқашанда тіпті отрицательный рөлімді де ақтап шығуға тырысамын, әркез тырыстым да. Соның ішінде әрине былай бүйтіп айтатын болсақ, әрине ол Роза Мұқанованың Болат Атабаев қойған мәңгілік бала бейне спектакліндегі Ләйла бейнесі, әрине ол роль енді мен үшін ерекше. Мен үшін ол кәдімгідей бір мені бір үлкен басқа бір деңгейге кәдімгі көтерген роль, өйткені ол спектакльде көбі мені таныған да жоқ. Ойнап жүрген кезде 30 жасымда маған сол рөлді берді, 50 жасқа дейін ойнадым, сол 20 жасар қызды соңында өзім айттым, енді қоя қою керек шығар енді бұл рөлді. Биыл 20-ға толып жатыр ғой Ләйлөк деп жаңа айтатын сөздері бар, сол партнерларым айтатын, ең болмаса 25-ге толып жатыр деп айта салыңыздаршы деп. Енді сол менің кәдімгі өзімнің визитный карточкам, ол мәңгілік бала бейнедегі Ләйла деп айтар едім. Керемет. Студент кезімде көргем. Сіз үшін нағыз әйел, мінсіз әйел, әйелдің эталоны деген ол қандай адам, қандай әйел? Мінсіз әйел болмайды. Жалпы мінсіз адам жоқ қой. Бәрібір ол мысалы неде елдің көзінше мінсіз болып көрінсе де, бәрі ол өзінің мінін біледі ол әйел. Дұрыс па? Сондықтан мінсіз деп айтпай қояйық. Ешкім періште емес. Ол әйел мысалға эталон, ол жан жақты, ол үлкен ұғым. Это жаңағыдай қалай деп айтсам екен, оны бір ауыз сөзбен, бірнеше сөйлеммен айта алмайсың. Мысалы мен өзім сыйлаймын қандай әйелді. Жаңағыдай өзінің орнын білетін, өзінің жұмысына адал, профессионал, өзінің отбасына жаңағыдай үлгіріп, домалатып жүрген бизнесінде домалатып жүреді, бала шағасына да үлгіріп жүреді, үйінің жаңағыдай қонағына да үлгіріп жүреді, жарының да көңілін табады. Өзінің жұмыста жаңағыдай сахнада болсын, білмеймін енді басқа бизнесі болсын, оның жаңағыдай алда жүреді. Мен сондай әйелдерді барлық жақты, жан жақты дейді ғой, әйелдерді сыйлаймын. Және де әдемі, позитивті әйелдерді сыйлаймын.
біреуге жақсы сөз айта білетін әйелдерді, біреудің қуанышына қуана білетін адамды мен өте қатты сыйлаймын. Мен жақсы көремін сондай әдемі, талантты, позитивта жүретін, жаңағыдай ешқашан ештеңеден мойымайтын, жақсы сөйлейтін, сондай жаңағыдай өз жұмысына сондай берік актрисалар деп айтайын, мен өз тарапынан айтайын, сондай әйелдерді мен сыйлаймын, жақсы көремін. Отбасы, мен бұл сұрақ сізге жиі қойылып жүрген шығар, десе де сұрай берейік. Отбасыдағы Данагүл мен өнердегі Данагүлдің қандай айырмашылығы бар? Білмеймін. Оны менің отбасынан сұрау керек шығар. Мен енді өзім мен осындаймын, мұндаймын деп айтпай қояйын. Мен әртүрлімін. Мен мейірімде болам, мейірімді де бола алам, жаңа қаталда бола алам. Мен жаңағыдай юморды жақсы көрем. Адам өзіне өзі күле білетін адамды жақсы көрем. Человек, который умеет шутить над собой дейді ғой. Өзімнің мысалға кемшіліктерімді де білем. Ода мен ешқашан неғымайым. Қалай деп айтсам екен? Кемшіліктерді қабылдаймын дейсіз ғой? Қабылдаймын, иә, одан ешқашан ұялмаймын. Ең бастысы жаңағыдай, білмеймін енді, жұмысқа келгенде де мен әрқалаймын, кейде мен кәдімгідей кешігіп жатса, мысалы, репетицияға, дайындықсыз келсе, мен кәдімгідей енді кешігіп қойыңыздар, енді оны әріптестерден сұрау керек шығар, жастардан. Мен кәдімгідей қатты ұрсып тастайтын кездерім болады. Үйде де солаймын, мысалға, балаларға. Жақсы, бірақ дұрыс жасамай, мысалға, бір оқыш қылықтарын, мысалға, байқап неғып жатсам, мен кәдімгідей айтып тастаймын, бетіне айтып тастаймын, көңіліне қарамаймын. Сізге қандай нәрселер бақыт сыйлайды? Ол зат болсын мейлі, мүмкін жағдайлар болсын, оқиғалар болсын? Ол күнделікті, мысалға, бақыт деген әртүрлі ғой, мысалға, әр адам өзінше ұғады бақыт деген. Ол күнделікті өмірде жатыр, кішкентай нәрселерде жатыр. Таңертең ояндың, Аллаға шүкір, күн жарқырап тұр, бөлмеңе күн сәулесі түсіп тұр деген сияқты. Ояндың, ол да бір бақыт. Содан тұрдың, жаңағы балаң осылай, мама, мен осылай бүгін бүйтейін деп жатырмын, сөйтейін деп жатырмын деп, мысалы, жақсы баға алып келді, жақсы бір көңіл күй сыйлады. Жолдасыңмен жақсы бір әңгіме айттың деген сияқты. Қыздар звондап тұрады, арасында хабарласып, олар бір жақсылықтармен бөлісіп тұрады. Енді бақыт деген сол ғой. Театрға келдің, бір жақсы жасап атқан роліңнің бір образын, бір нәрсесін тауып алдың, бір жерден бүйтіп жібін, соны арғарта тарта, келе жатыр, міне осылай болу керек деген сияқты сахнада. Ол бір бақыт. Партнерің бір нәрсені саған беріп жатыр, соны арғарта алып кету, режиссердің бір жаңа бір идеясы келді, былай көрейікші деген. Бақыт қой оның бәрі. Ол жұмысыңда жатыр оның бәрі. Көшеде кетіп бара жатсың, Данагүл апай, сәлеметсіз ба? Қандай керемет, енді өтірік болсын, шын болсын әйтеу, сіз сондай жақсы сақталғансыз деді. Одан сайын бақыттан басың айналып келесің. Ойнаған спектакліңді мысалға планеркада керемет деп мысалға айтып жатты, ол да бір бақыт. Болмаса сенің әріптесің бір жақсы медаль алып жатыр, болмаса жақсы бір статусқа еленіп жатыр, ол да бір бақыт. Неге? Ондай нәрсені бүйтіп глобально қараудың қажеті жоқ сияқты. Өмір сол мынандай кішкентай ғажайыптардан тұрады ғой. Жалпы оны көре білу керек, сезе білу керек. Данагүл апай, осымен сұхбатымыз тамам. Сізге уақыт бөліп бізбен әңгімелескеніңізге үлкен рахмет. Керемет сұхбат, өзімде керемет әсер алдым. Аман болыңыз, отбасыңыз аман, деніңіз сау, шығармашылығыңыз биіктей берсін. Әумин, айтқаныңыз келсін, сізге де шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет. Рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің бағдарламамыздың мейманы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, белгілі актриса Данагүл Темірсұлтанова болғанын естеріңізге саламын. Аяулы қыз-келіншектер, сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Гүлдей құлпырып, күндей нұрланып, отбасыда да, бизнесте де табысты болып жүре беріңіздер. Эфирде келесі көріскенше сау болыңыздар.